Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Бойтұмар арнасына қош келдіңіздер. Әсерлі оқиғаларды тыңдай отырып, менің ардыма жазыла кетіңіздер. Және де лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Өмір күрес 3-ші бөлім. Тызылдаған қоңырауға соңғы секундтарда жауап беріп үлгірді. Алло, деді алдындағы монитордан көзін алмай. Ақтаң мырза деген жанды жазбай таныды. Оқы, менің нөмірімді қайдан таптыңыз? Деді дауыс ырғағын өзгертіп. Кездесуге өзім шақырсам деймін. Сіз? Болмай ма? Болады әрине, қашан? Бүгін шыға аласыз ба? Уақыт табуға тырысамын. Уақытымен мекен жайын хабарламамен жіберемін. Келістік. Телефон тұтқасын қойған Ақтаң қол сағатына көз тастады. Жұмыс аяғына әлі ерте. Тек форс-мажорлық жағдайлар орын алмаса болғаны. Көлігін тұраққа қойған сезім дәмхана есігін аттағанда уақыт кешкі 8-ді көрсетіп тұрған. Бос үстелдің біріне жайғасты да айналасына зер сала бастады. Адамдардың қарасы аз. Жанына жақындаған даяшыға келер қонағым бар. Сәл тоса тұрсам бола ма, деді. Басын изеп, орнынан жылыстай берген жанды қайта тоқтатты. Кешірерсіз, бір сақан шырын әкеліп беріңізші. 10 минут, 15 минут, тіпті жарты сағат өтті. Есіктен енгендерге алаңдаумен 1 сағаттай отырды. Мұншалықты жауапсыз болар ма? Көзімен даяшыны зеп тапты да қолмен белгі берді. Шырынның ақысы ретінде әменнан алған қызыл ақшаны қолына қысырды. Қалғаны өзіңе. Даяшы қыз езуін тартып, қолындағыны қысқан күйі кете барды. Көлігіне келіп, отыра бергені сол еді, телефоны шырылдай жөнелсін. Жауабын тыңдап көрмекке тұтқаны көтерді. Кешірім сұраймын. Жұмыста кідіруіме тура келді. Кешіктім бе? Әрине, кетіп қалдым. Қап, енді қашан кездесе аламыз? Енді мұндай мүмкіндік болады деп ойламаймын. Сау болыңыз. Дыңылдаған тұтқаны тыңдап, біраз отырды. Жұмыс үстелінің үстін ретке келтірген сезім алдындағы аппараттың түймесін басты. Есіктен сығалаған көмекшісіне: күн жоспарымда маңызды кездесулер бар ма? Деді. Қазір деген бойжеткен біраздан соң қайта оралды. Қолындағы блокнотына қарап тұрып: бүгінгі күніңіз толықтай бос. Бірақ ертеңгі 2 маңызды кездесу барын еске салсам деймін, деп жауап берді. Жақсы дегенін естіп, кері бұрыла берген көмекшісін: Айнұр, деп кідіртті. Ертеңгі кездесуге қатысты құжаттарды реттеп қоярсың. Мен түстен кейін боламын. Қажет болсам, қоңырау соғарсың, деп жинақтала бастады. Көлігіне отырған соң телефонды қолын алды. Түнімен ойланып, бір шешімге келген. Айнып қалмай тұрғанда хабарласып үлгірмек. Нар тәуекел. Түстен кейін кеңсеге соғып кетерсіз, деді де тұтқаны тастады. Көмекшісіне ескертуді ұмытыпты. Айнұр, түстен кейін бір клиент келеді. Келісім шарт жобасын дайындап қойшы. Көлік ақырын қозғалып кетті. Кешегідей емес, бүгінгі күн сәл салқындау екен. Тұрақтағы көліктер ретсіз қойылғандықтан көлігін шетке орналастырған. Жеңіл костюмінің түймесін салуына тура келді. Есіктен ене бергенде күзетшінің тоқтатқаны. Орта жастағы ер адамның мұны танымағаны анық. Кешірерсіз, кімге келдіңіз? Сезім Қайсарқызымын, деген жауабына: кешірім сұраймын, кіре беріңіз, деп ақтала бастады. Қарсы алдындағы баспалдақпен 2-ші қабатқа көтеріліп, сыртында қабылдау бөлімі деген жазуы бар кабинеттің тұтқасын тартты. Жұмыс үстеліндегі бойжеткен орнынан көтеріліп: сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз, кабинетіңіз дайын, деп оң жағындағы есікті нұсқады. Сырты қызыл бояумен сырланған есіктің ауырлығы білінеді.
қымбат әрі сапалы дүние екені аңғарылады. Кеңсе іші жап-жарық, қымбат жиһаздармен жабдықталған. Бөлменің қақ ортасында жұмыс үстелі. Айналдыра 10 шақты орындықтар қойылған. Бір қабырғадағы шкафтың сөрелері бос деуге болады. Сөмкесінен ноутбугын шығарды да әкесі берген құжаттармен танысуға кірісті. Ақырын қағылған тықылға кіріңіз деп дауыстады. Сезім Қайсарқызы, көмегім қажет пе деген бойжеткенге. Асқар мырза келді ме деген қарсы сұрағын қойды. Өз кабинетінде деген жауабына. Шақырып жіберсеңіз дей берді кенет. Өзім хабарласамын. Қажет болсаңыз шақырамын деп қолын телефонына созды. Есікті ақырын жапқан бойжеткеннің туфлинің бүзушесіне көзі түсті. Орташа бойын ұзартудың амалы секілді. Қою қара шаштарын желкесіне түйіп қойғанмен, маңдайын тұтасымен жапқан кекілі бәрін құртып тұр. Мұның телефон соғарын күткендей, Асқар мырза жылдам жауап берді. Сәлеметсіз бе, Асқар мырза? Өзіңізге қояр сұрақтарым бар. Мүмкін болса, түске дейін соғып кетсеңіз, деді де жасыл түймені басты. Кеңсесіне келген Сезім кабинеттің алдында отырған Жарасты көрді. Есігін ашып, кіріңіз деп жол берді де өзі көмекшісіне бұрылды. Айнұр, келісім шарттайын ба? Үстеліңізге қойғамын. Жайғасып отыра беріңіз деген Сезім бір бума қағазбен таныса бастады. Біраздан соң қаламын алып, ширып қолын қойды да, мына құжаттардың бәріне Жангүл қолын қойып беру қажет. Оңай болмайтын секілді. Дегенмен тырысып көрейік. Жангүл ханымның жеке баспанасы жоқ. Осы жері қиындау, деп Жарасқа қарай ұсынды. Орнынан тұрып, бері жақындаған Жарас. Не ғой, менің пәтерім бар. Рас, бір бөлмелі, бірақ жеке баспанам, деп қолымен шашын сипалай бастады. Жангүлді тіркеуге тұрғыза аласыз ба? Әрине. Онда мына құжаттарға қол қойдырып әкеліңіз. Мен басқа шаруаларын реттей берейін. Бара беріңіз деп қысқа қайырды. Тұрған жерінен қозғалмаған Жарас не ғой деп күмілжи берді. Тыңдап тұрмын деген Сезім басын көтерді. Ақшасы. Сөзінің соңы үзіліп естілді. Қымбат сұрамаймын. Жарас үн-түнсіз тұрып қалды. Өзіңіз қанша ұсына аласыз деген Сезім Жарастың бетіне тесіле қарады. 50 мың, 100 мыңдай бере аламын деген Жарастың даусы әлі бәсең. Жақсы, 50 мыңға келісейік. Ол менің ақым емес. Сіздің құжаттарыңызды дайындайтын көмекшімнің төлемі. Келістік пе? Деп дік еткізген Сезімге. Не ғой, жақсы. Рахмет айтамын деп бәйек болған жігіттің даусы енді анық шыққан болатын. Қипақтап әлі де кете қоймады. Барыңыз енді. Жұмыс жасауыма кедергі келтіріп тұрсыз деген Сезімнің қатқыл даусынан соң ғана есікке бет алды. Қайта артына қарағыштай береді. Басын шайқаған Сезім ноутбугын қоса бастады. Құжаттарын реттестірді. Сотқа жіберер арызын толтырды. Көңіліндегі күмән маза берер емес. Ойланып, терезеге көз тастады. Күнге жаққа орналасқан терезеден сырттағы талдың ақырын қозғалысын тамашалап біраз отырды. Кенет есіне сап ете қалды. Дереу телефонын қолына алып, көптен қоңырау соқпаған жанның нөмірін тере бастады. Бірден жауап бере қоймады. Қайыра соқты. Бұл жолы 2 дыңылдан соң алло деген даусы естілді. Таныдың ба деді амандаспастан. Нөміріңді өшірмедім, сәлем деген жанға. Кездесуге қалай қарайсың деп жауап берді. Жұмыс бабы ма, жеке мәселе ме? Жеке мәселені қозғамаймыз деп келіскен секілдіміз, дей бергенде. Жақсы, түсіндім. Қай жерге, қашан деп үн қатты. Дәл қазір болады. Жақсы, бұрынғы орынды ұмытпаған боларсың. Жарты сағатта жетемін.
Күтемін. Телефонын тастап жинала бастады. Айнура, 1 сағаттан кейін боламын, деді есіктен шығып бара жатып. Сезім Қасымқызы, түстен кейінгі кездесу, деп айтып үлгерген көмекшісіне. Онда бірден сол жаққа барамын, деп жауап қатты да тысқа бет алды. Ол өзгермепті, сол баяғы ұзын тұра бойлы көрікті жігіт. Бидай өңі сәл қарайғандай. Теңізге барып келгенсің бе, қарайыпсың, деп әзілдеді көрген бойы. Бәрін біліп қоятыныңды ұмытыппын. Өзің өзгермепсің. Үйлену тойымызды қашан жасаймыз деп келіп бетінен сүйген жігітті кеудесінен итерді. Данияр деген даусы саңқ ете қалды. Қойдым, кінәлімін деп, екі қолын жоғары көтерген жігіттің қылығына күлкісі келді. Кел отырайық, босқа шақырмаған боларсың. Қандай көмегім қажет? Айта бер, деген жігіттің сөзін. Қарашай ма, әлде өзгерттің бе, деп бұзып жіберді. Жоқ, өзгермеді. 2 жыл өтсе де ұмытпапсың, деп жымиған жігіт қастарына жақындаған даяшыға. Қара шай мен кофе, деп тапсырыс беріп үлгірді. 2 қасық шекер қосыңызшы, деп сезім де қосып қойды. Маған көмегің қажет, деген сезім жігіттің бетіне тіке қарады. Тыңдап тұрмын. Бір адам туралы мәлімет жинақтап бере аласың ба? Кім? Клиентімнің жолдасы. Қиын іс пе? Деді жігіт сезімнің сөзіне. Жеңіл іс көрінгенмен жеңіліп қалуымыз мүмкін. Ол туралы бәрін білгім келеді. Түсінікті, орындалды деп ойлай бер. Сонымен қашан үйленеміз? Деген жігіттің сөзіне сезім тағы басын шайқады. Мен сені ұнатпаймын. Қанша рет айтамын. Есесіне мен ұнатамын. Данияр, деді сезім тағы да. 2 жылдан соң өзің іздеп телефон соқтың. Енді қашамын деп ойлама. Жігіттің сөзі нық шықты. Келесі кездесуге дейін біраз уақыттың барын аңғарған сезім кетуге асықпады. Қозғалып бара жатқан Даниярды көзімен шығарып салды. Жеке қорғаушы болып бөлек шыққандағы алғашқы клиенті еді. Құқық саласындағы қызметкердің төбелес арасында күйіп кете жаздағаны әлі есінде. Танысының ұсынысымен қорқа соқтап алғанымен барын салып қорғап шықты. Содан араласып тұратын өзі батылдау жігіт, лып етіп келген ойын бүкпесіз айта салады. Өзінен 2 жас үлкендігін міндетсінбей сіз деп сөйлесетін. Бұл да еркінсіне тіл қататын. Тура 2 жыл бұрын қоңырау соғып кездесуге шақырды. Нөмірін сақтап қойған. Түскен қоңырауға алаңсыз жауап берді. Ертең кешкі 7-ге дайын болыңыз. Алып кетемін деген 2 ауыз сөзін айтты да тұтқаны қоя салды. Бұл түсінбеді. Қырсық шалғанда келесі күні қауырт жұмыстармен жүріп, кездесу туралы мүлдем ұмытыпты. Жұмыстан шығар уақытында үздіксіз соғылған қоңыраудан соң есіне түскен. Үйіңіздің қасында тұрмын. Мен жұмыстамын, енді шығамын. Қазір барамын, күтіңіз. Мекен жайды айтып жіберсеңіз, өзім барамын. Көлікпен жүрмін. Онда Молдағұлова көшесіндегі Думан дәмханасынан күтемін. Осы кеште өзін жақсы көретінін, үйленгісі келетінін жеткізген жігіттің бетін қайтарды. Ұзын бойлы, бидай өңді жігіттің көзіне тіке қаратты. Мен сені ұнатпаймын деп төтесінен қойды. Қатты кеттіңіз, дегенмен дос болып қалуға бүгіннен бастап сенге көшуге болатын шығар, деді жігіт кездесу соңында. Мазамды алмауға уәде бер, деген сезімге. Ол жағына қам жеме. Бірақ телефон соғып тұруыма болатын шығар, деп қиыла қараған. Арасында соғылған қоңырауына жауап бергенмен кейін байланыс азайды. Енді міне көмек сұрауға тура келді. Күн артынан күн, түн артынан түн жылжып, араға біраз күндер түсіп кетті. Әркім өз ырғағымен жүріп жатыр. Әкесінің бизнесін тұралатамын деген сезімнің ойы өзгере бастады. Жұмыс барысында
әкесіне қатысты тың ақпараттармен танысты. Шағын кәсіпорын жұмысшыларының барлық мұң-мұқтажын тыңдай білген үшін құрметтің зорлығы бар екен. Өзіне деген мейірімін өзгеге көрсеткеніне қынжылса да, қаншама жанның тағдыры таразының басын тартып кетті. Қайтпек керек. Ойлана келе ойын өзгертті. Әкесі жұмысына оралғанша қолынан келгенді жасайды. Әкесінің жағдайы бір қалыпты болғанмен ауруханадан шықпады. Отаның жасалуын күтуде. Ауруханаға баруды қойды. Тек телефон арқылы хабарласып отырады. Бүгін маңызды құжаттарын арқалап аурухананың табалдырығын аттады. Палата алдынан дәрігердің ұшыраса кеткені. Сезім Қасымқызы, келмей қойдыңыз ғой, деді көрген бойы езуін тартып. Даусында жұмсақтық. Бұл алғаш рет дәрігерге көзін сала қарады. Жұқалтан келген жігіттің өңі келісімді екен. Ұзын тұра бойына ақ халаты жарасымды. Көзілдірігінің шынысынан көкшіл көздері күлімдейді. Жылы шырайлы жүзі жылылыққа тұнып тұр. Өне бойынан тоқ жүріп өткендей, үндемей өте берді. Кездесу туралы ұмытпаған боларсыз, деген дәрігердің сөзіне сәл кідірді. Алғашқы кездесуде келмей қойдыңыз, қалғандарына да келмей қоярсыз деп қорқамын. Олқылығым үшін кешірім сұраймын. Жуып шаюға мүмкіндік берсеңіз жақсы болар еді. Жұмыс аяғы аяқталып келеді. Тым болмаса, кофе ішуге апарсам бола ма? Деп қиыла қарады. Жақсы деген сөздің қалай шыққан аңғармады. Мұны кетіп қалар деді ме? Дәрігер жылдам оралды. Ақ халатын ауыстырып үлгіріпті. Сағатына көз тастаған сезім. Дәрігер, жұмыстың бітуіне әлі жарты сағат бар. Жұмыс орнын тастап кете бересіз бе? Деді мысқылдай. Алғаш рет болғандықтан басшылық кешіріммен қарар, деп іле жауап қатқан жігітке. Алғаш ретіңіз дағдыға айналмаса болар, деді әкесінің қолындағы қағаздарын алып жатып. Әкесі де көмекшісі Асқарда мырс етті. Сөзіңіз өтіп кетті. Науқастарымды бір аралап шығайын. Күтуге уәде беріңіз, деп қипақтаған жігітке. Жангүл ханымға соға кетемін, асықпаңыз, деп жауап қатты. Жангүл қарындас ауруханадан шығып кетті. Қашан? Деп жалт қараған сезімге. Бүгін, денсаулығы бір қалыпты. Ағасы әкетті, деді дәрігер. Сезім үнсіз қалды. Жақсы, мен барайын, күтіңіз, деп шыға жөнелген жігіттің соңынан әкесі. Өзіңде көңілі бар секілді, білікті дәрігер. Болашағынан зор үміт күттірген екен. Дегенмен бір апаттың салдарынан ота жасау мүмкіндігінен айырылған. Қанша тырысса да қолдары сыр беріп қояды, деп күрсінді. Ауруханаға қарама қарсы орналасқан дәмхананың есігін ашқан екеуі кіре берістегі орындардың біріне жайғасты. Іші бос екен. Некен саяқ адам. Баяу естілген әуен естіледі. Қолына мәзірін ұстаған даяшы жандарына жақындағанда ақтаң. Кофе әлде сусын, деп сезімге қарады. Кофе, деп жауап қатқан сезім шырылдап жатқан телефонын көтерді. Тыңдап тұрмын. Жақсымын. Хабарың бар ма? Жақсы жаңалық болар. Қалалық ауруханаға қарама қарсы дәмханадамын. Осында келсем болады. Күтемін. Тұтқаны қойғанда өзіне қараған сұраулы жанарды көрді. Танысым құжат әкелу керек. Қарсы болмассыз, деді. Әрине. Арада сәл үнсіздік орнады. Өзіңіз туралы білгім келеді, деген ақтаң үнсіздікті бұзғысы келгендей. Мен туралы? Сезім тоқтап қалды. Байқаймын, әкеңізбен араңыз салқын секілді ме? Деді жігіт одан ары. Әкеме өкпелімін десем сенесіз бе? Деді кенет жұлып алғандай. Даусы қатты шықты ма? Әріректегі екі даяшы жігіт үрпие қарады. Айып етпеңіз, деді, қолымен аузын басып. Оқасы жоқ.
тағы да тыныштық. Кофе келгенше екеуі де тіл қатпады. Шынымды айтсам, әкемді көп жылдардан кейін көріп тұрмын. Балалық шағымда тастап кетті десем артық етпес. 2 жыл бұрын алғаш кездесуге шақырғанда өкпеледім. Әлі де кешіре алмай келемін, деді сезім сөзді бастап. 2 жыл бұрын сіздің есіңізде жоқпын ба? Деген Ақтаң таңдана қарады. Сізді бұрын көрмеген секілдімін, деп жауап қатты. Дәл осы сәт жандарына келген жігіттің даусы әңгімені бұзып жіберді. Ох, маған айтпай кездесуге келгенсің бе? Деген жігіт қолын Ақтаңға ұсынды. Данияр. Орнынан көтерілген Ақтаң ауада қалықтап тұрған қолды бос қалдырмады, өз қолын созды. Ақтаң. Әдемі естіледі екен. Отыруыма бола ма? Деп қарады. Отырыңыз, деп бос орындықты жылжытқан Ақтаң даяшыға белгі берді. Тапсырмаңыз орындалды. Өтеуіне үйленеміз бе? Деген жігіттің сөзіне Ақтаң жалт қарады. Данияр, сезімнің даусы ышқына шықты. Қашан келісесің? Әуелі құжатты берші, деп қолындағыны тартып алды. Алдына алды да асықпай қарай бастады. Фотосуреттер бума-бума қағазыр. Жапты да бір шетке ысырып қойды. Жүзінде болар болмас қуаныш табы сезілді. Рахмет, ұнарын білгемін, деген Даниярға. Не үшін рахмет? Қайта мен айтуым керек емес пе? Деп қабағын түйе қарады. Бұл осылай құбылып отырады. Әлгінде ғана жымиған секілдеді, деген Данияр сезімнің бетіне шымшып алды. Ақтанның жүрегі сұлқ етті. Қызда көңілім бар деп жүргенде, оның сүйгені бар ма? Көмегіңе рахмет, баш енді, деп итергіштеген сезімге, тым болмаса кофе ішейін деп орнынан қозғалмады. Басындағы кепкасын одан ары баса киіп алды. Ақтаң дедіңіз бе? Қай салада жасайсыз? Деді, енді назарын Ақтаңға аударып. Дәрігер, дей берген жігіттің сөзін сезім бөліп жіберді. Клиентімнің дәрігері. Түсінікті, деді Данияр даяша келген ыдысты қолына алып жатып. Шынымен танымады ма? Өзін кездесуге шақырғаны қайда? Ақтаң сезімге ұрлана қарады. Бойжеткеннің бейғамдығына таң қалды. Данияр қайдан шықты? Аралары тым жақын секілді. Бойжеткен туралы ештеңе білмейтінін түсінді. Жақынырақ тануға тура келе ме? Әлде бәрін осы жерден тоқтатқаны дұрыс па? Ойы сан-саққа жүгірді. Дәмханадан шыққан 3 жан 3 жаққа бет алды. Артына қарағыштаған Данияр сезімнің көлігіне бет алғанын аңғарды. Өзінде мүмкіндік жоқ екенін түсінгендей. Ол жігіттің сезімге өзгеше қарағанын байқап үлгірді. Бойжеткен мұның сезімін қабылдамаған, енді өзгеріп кетпесін анық. Дос. Демек, дос болармыз. Менің де бағым кездесер. Көлік жүргізіп келе жатқан сезімнің де жан дүниесі айқасып келеді. Оның өзіне ұрлана қарағанын аңғарса да байқамаған кейіп танытты. Бұрын кездеспеген секілдіміз. Неліктен? Олай сұрады. Келесіде кездесіп жатсақ анықтап сұрармын. 3 тарап 3 түрлі ойда. Әрқайсысы өз сезімдерімен арпалысуда. Өмірдің өзі күрестен тұрады. Барлығы жеңіл көрінгенмен өмір жолында түрлі соқпақ кездеседі. Оны біз сынақ дейміз. Балалық шағында әке алақаны жетпегені рас. Дегенмен ол жағдай сезімнің саналы адам болуына кедергі келтірмеді. Келер күннің жұмысы басталғанда сезімнің кеңсесінде Жарас пен Жангүл отырды. Сот мәселесіне қатысты сұрақтарына жауабын алған сезім кешегі мәліметтерді жасырып қалды. Сот отырысында біле жатар деген ойда еді. Бұл істі жеңетіндеріне сенімді. Баспана мәселесі шешілді ме? Деді тағы да пысықтап. Не ғой, қазір екеуміз халыққа қызмет көрсету орталығына барамыз. Тіркеуге отырғызамын. Тұрақты жұмысым бар, деді Жарас сезімге қарап. Жақсы, өзіңізге қатысты құжаттардың да көшірмесін алуым керек. Сот отырысының уақыты бекітілгенде хабарлап айтармын, деген сезім
алдындағы аппараттың түймесін басты. Есіктен көрінген көмекшісіне: Жарас пен Жаңгүлдің қолдарындағы бар құжаттың көшірмесін аларсың. Жетіспесі болса, қағазға жазып берші. Сіздер бара беріңіздер, деді. Орындарынан көтерілген екеуі есікке беттеді. Тағы да күндер жылжып жатты. Сезімнің бос уақыты жоқ деуге болатындай. Түске дейін кәсіпорын, түстен кейін кеңсе. Кейде күн ұзақ кәсіпорында болса, түнімен кеңседе отырады. Кәсіпорынның шаруасы тұрақты жүріп жатыр. Жұмысшылармен де жақынырақ танысуда. Барлығы бір отбасыдай. Кейде өмірдің құндылықтары осындай сәтте аңғарылады екен. Кеңсесінде отырған, телефоны безілдеп ала жөнелсін. Көмекші Асқар: Сезім ханым, Қасым мырзаның жағдайы ауырлап, ота залына кетті. Меңзең күйде телефонын тастай салды. Бәрі жақсы секілдеді. Аяқ асты не болды? Жан ұшырып ауруханаға жетті. Ота әлі аяқталмаған. Күтуіне тура келді. 1 сағат, 2 сағат, тағы да біраз уақыт өтті. Ешкім ештеңе демейді. Анасына қоңырау соғып, жағдайды жеткізді. Ол да алаңдап қалды. Бір хабарын айтарсың деген соң тұтқаны тастады. Манадан байқамапты. Өзіне қоңырау соққан Асқар көрінбейді. Телефоны сөндірулі. Өтіп бара жатқан медбикені тоқтатты. Әкесі аурухананың ерекше қонағы, білуі мүмкін. Кешірерсіз, отаға кеткен Қасым мырзаның көмекшісін көрмедіңіз бе? Асқар ма? Ота басталарда осында болған. Қасым мырзаға келген 2 әйелді алып кеткен секілді. 2 әйел? Қасым мырзаның жұбайы мен қызы келген. Осы ауруханада жатқалы алғаш келулері. Палатасынан айғай естіліп жатты. Дей берген медбике өзінің артық кеткенін түсінді ме? Мен барайын деп кете барды. Жағдайының күрт нашарлау себебін енді түсінді. Қасына жақындаған жанды байқап, басын көтерген. Асқар: Сезім Қасым қызы, ота аяқталды ма? Деді дереу. Түрінде алаңдаушылық, басын шайқады. Отырсам бола ма? Деді. Әрине деген Сезім диванның бір шетіне қысты. Екеуі де үн-түнсіз. Көмекші болып шаршамадыңыз ба? Деді кенет Сезім қызығушылық оянып. Жоқ деп күрсінген Асқарға басым ұрды. Мұншалықты терең күрсінетіндей не болуы мүмкін? Қасым мырзаның арқасында адам болдым десем де болады, деген жігіт терең тыныстады. Менің атанам ертерек қайтыс болған. Ата жемнің тәрбиесінде болдым. Қасым аға бізге алыс ағайын екен. Атам ылғи айтып отырушы еді. Мен 14-ке келгенде әуелі атам, кейін 1-2 жылдан соң әжем дүние салды. Атамның айтып отыратыны есіме түсіп, қалаға келген соң Қасым ағаны іздеп таптым. Аға мені бауырына басып, жылы қарсы алды. Оқуыма мүмкіндік берді. Жатақханаға орналастырып, қалтама азын-аулақ ақша салды. Үнемі хабарласып, қал жағдайымды сұрап тұратын. Үйіне шақырғанмен барғым келмейді. Ағаның өзі жақсы болғанмен жеңгейдің қабағынан ығысатынмын. Оқу бітіргенше көмегін аямады. Қасына жұмысқа алып, 1 бөлмелі пәтер алып берді. Ол жақсылығын ұмытпаймын, деп тоқтаған жігіттің әңгімесін үзбеді. Біраздан соң Асқар сөзін әрі өрбітті. Жас кезімде қателік жасадым. Соның жазасы ма, 2-ші жұбайымнан бала болмады. Сезім деген әпкең бар. Іздеп тапқым келеді деп айтып отыратын. Тамағына өксік келді ме, жігіттің даусы дірілдеп шықты. Сіз туралы естігенде балаша қуанған. Әкеңізге өкпе артпаңызшы. Ол негізі жақсы адам деген сәтінде жігіттің көзінен бір тамшы жас ыршып түсті. Ақшыл өңінен жастың домалаған ізі білінді. Орта бойы еңкіш тартып, 2 иығы бүкірейіп, шөгіп кеткендей. Туысқанға деген шын жанашырлықты көргендей болды.
Қорықпа, ағаң әлі тәуір болады деп арқасынан қақты. Екеуі үнсіз көп отырды. Аяқ дыбыстары естіліп, дабырлаған дауыстар шыққанда орындарынан тұрды. Бері жақындап келе жатқан бірнеше дәрігерлердің тобын байқады. Арасында ақтаң дәрігер де бар. Бұларды көріп кідірді. Сезімнен бұрын Асқар тұра ұмтылды. Дәрігер Қасым мырзаның жағдайы де берген сөзін. Ота сәтті аяқталды. Бір қорқытқаны болмаса, өмір сүретін болады деп бөліп жіберді. Рахмет деген сезімге. Оқасы жоқ. Отаны мен жасамадым. Тек ассистент болғаным болмаса. Профессор Берікбаев мырзаның да қалаға семинарға келгені жақсы болды. Бәрінің ыңғайласа қойғаны. Мен барайын деп жылыстай берді. Кетіп бара жатып артына бір бұрылды. Неге екенін сезім бас изегенін байқамай қалды. Мен осында қаламын. Сіз ше деген Асқарға. Палатаға бүгін ауыстыра қоймас. Жүр, қарсыдағы дәмханадан кофе алып берейін деді. Ол бұған аңтарыла қарады. Мен нашар адам емеспін, олай қарама деген сөзіне. Жақсы адам екеніңізді білемін деп жымиды. Ауруханадан шыққанда күннің кешкіргенін аңғарды. Мамырдың кешінің самал желі еседі. Ақырын өпкен леп бос жіберген шаштарын бір сипап өтті. Кешкілік болғасын ба, дәмхана ішінде біраз адам жиналған. Даяшы шеткіректегі бос үстелді нұсқады. Шайғасқан екеуінің жанына келген даяшыға сезім. Ыссы тамақтарыңыз бар ма? Көп күттірмейтін дайын әкеліңізші. Шайда қосыңыз деп байырғы бұйыру тонымен. Көзі жыпылықтай қараған даяшыға. Қорықпаңыз, ұрысқаным жоқ, деді даусын бәсеңдете. Бет әлпетіндегі үрейді тез арада жасыра қойған даяшы жүгіре басып кете барды. Мен де сізді қатал жан деп қабылдағанмын. Дегенмен ол тек сырт көрінісіңіз екен, деп жымиды Асқар. Ондайым бар енді, деп жауап берді. Тамақтанып болғанша сезім де Асқарда тіл қатпады. Үнсіз тамақтанды. Белгі беріп даяшыны шақырды. 2 кофе әкеліп беріңізші деп қолындағы банк картасын ұстатты. Сезім Қасымқызы, мен төлейін деп жыбырлай бастаған Асқарды. Келесі жолы төлерсің деп тоқтатты. Қазіргі жұбайымен ажырасып кетті ме? Деді Асқарға төтесінен. Бейғам отырған Асқар жауап беруге асықпады. Жеңгейдің мінезін түсініп болмайсың. Аға ештеңе демегенмен байқап жүрмін. Соңғы уақытта отбасыда сылдыр бар секілді. Ауырып қалғалы келмеп еді. Бүгінгі келуі. Біразға дейін сыбыс білірмеді. Кофе әкелген даяшы кеткен соң кәсіпорынды өзіне аударып беруді талап еткен секілді. Ол Қасым ағаның еңбегі өз күшімен көтерді. Оған мен куәмін деген сөзін жалғастырды. Сезім әңгімеге араласпады. Асқардың айтқандарын тыңдаумен болды. Бұл жігітті танымайды екен. Тіпті тануға да тырыспапты. Мінезі жұмсақ, адал жан екені аңғарылады. Көмек қолын созған жанға барынша адал қызмет атқаратыны көрініп тұр. Әрдайым солай болып қалғай. Әңгімелерін телефон шырылы бұзды. Дәрігер. Сезім қайдасыз? Кетіп қалдыңыз ба? Өзіңіз апарған дәм ханада. Күте аласыз ба? Келіңіз. Көп ұзамай дәрігер жетті. Халатын да ауыстырмапты. Сірә маңызды хабары болар. Екеуі орындарынан өре түрегелді. Отыра беріңіздер, әзірге жаңалық жоқ. Сол қалпы, тек сізді көргім келген, деді. Түу, сіз де қорқытып жібердіңіз. Келесіде бұлай жасамаңыз, деп ұртыйды. Жақсы, отыруыма бола ма? Деп екеуіне кезек-кезек қарады. Отыра беріңіз, деген дауыстары қосарлана шықты. Кофесін әкеле бере дәрігердің телефоны безілдей жөнелді. Қазір деген күйе жүгіре басып кете барды.
Соңынан қараған екеуі түсінбеген қалпы қала берді. Әкесінің палатаға отырғанын, жағдайының бір қалыпты екенін Асқардан естіп білді. Баруға асықпады. Анасы келерін айтқан. Бірге баратын болып келіскен. Жангүлге қатысты шаруаларын реттестірмек. Түстен кейін анасын автобекеттен күтіп алды. Жолай дүкенге соғуды ұмытпады. Асқарға қоңырау шалған. Көтермеді. Екінші қабатқа көтеріліп, кардиология бөліміне бет алды. Палата алдына жеткенде қарсы кездескен жанның біреуін таныды. Әкесінің өгей қызы. 2 жыл бұрын таныстырған. Бұл бас изеп амандасқанымен қайтарған жауапты байқамады. Мұны көзге ілмегендей өте шықты. Кенет «Әй қыз» деген дауыстың естілгені. Өзіне қатысты екені айдан анық. Жүрісін тоқтатып басын бұрды. Ұзын қара көйлегінің жылдыры бетіне шағылысқан орта бойлы әйелдің бет жүзі ашудан жарылардай. Қушиған қара торы өңін опамен аямай бояп қойыпты. Қасындағы бойжеткеннің де бет жүзі аппақ қудай. «Сен сезім боларсың», деді даусы дір-дір етіп. «Болсақ болармыз» деген сезімнің де даусы қатқылдау шықты. «Бәрін тартып аламын деп ойлаушы болма. Саған тиесілі ештеңе жоқ. Аулақ жүр», деп қолымен безеңдеді. Осы сәт анасы «Қызым, жүр, кетейік» деп тартқыштап болды. Қайтарған сөзді ұқпасын білген сезім анасының ақылын тыңдап, кері бұрылып кете барды. Арттарынан бұрқылдаған дауыс естіліп жатты. Палата алдына жеткенде тоқтап демдерін алды. Есікті қағып, ақырын итеріп ішке енді. Асқар осында екен. Бұларға бас изесіп амандасты. Палата ортасында орналасқан кереуетте әкесі жатыр. Бет-әлпеті тәуірлеу. Сезіммен анасын көріп, жүзі жадырап сала берді. «Қызым, амансың ба? Салима, сені көргеніме қуаныштымын», деген даусы әлсіздеу естілді. «Жағдайың жақсы ма? Тезірек сауығып шығуыңды нәсіп етсін», деген анасына. «Әумин, мұны да көрдік», дегенде иегі дірілдеп сала берді. «Қасым аға» деген Асқардың сөзін. «Асқаржан, алаң болма. Көңілімнің босап кеткені. Кезінде бағымды бағаламаппын. Енді өкінгенмен пайда жоқ. Мені кешіріңдер», деп бөліп тастады. «Сауығып кетіңіз әке», деген сезімге жалт қарады. Бірақ тіл қатпады. Жанарынан аққан көз жасты сол жерде тұрғанның бәрі көрді. Состиып тұра беруді ерсі көрді ме, анасы кереует жанындағы орындыққа жайғасты. Оңаша қалдырғанды тәуір көрді ме Асқар? «Мен шыға тұрайын», деп есікке бет алды. Оның соңынан «Дәмханадан кофе алып келейін» деген сезім де ілесе шықты. Шыққан соң «Сіз қала беріңіз, мен алып келейін» деген Асқарға қарсылық білдірмеді. Ұзын дәліздегі диванға жайғасты да дәрігерлер бөлмесіне көз тастады. Есігі айқара ашық. Ақтан дәрігер көрінбейді. Медбикелер посты да бос. Көп ұзамай Асқар оралды. Қолындағы қағаз стақанның біреуін сезімге ұсынды да «Отырсам бола ма?» деді. «Отыр» деді сезім стақанды алып жатып. «Бүгін Ақтан дәрігер сұранып кеткен. Кешкі кезекшілікке келеді», деді бұл сұрамаса да. Сезім басын әнтек бұрды да «Сұрамаған секілді едім» деп басын шайқады. «Сұрамасаңызды айтқым келді. Кофе үшін рахмет» деген сезімге. Оқасы жоқ деп езуін тартты. «Жасыңды білсем бола ма?» деген сезімге. 20-ның 5-еуіндемін деп тіл қатты. «Қарайлас екенбіз. Сезім дей берсем болады» деген сезімге жауап қатпады. Арада тыныштық орнат. Кофенің бос ыдысын тастамақшы болып жан-жағына көз тастады. «Маған беріңіз, мен лақтырып келейін» деген Асқар қолын созды. Орнынан тұрып қайта оралды. «Ақтан дәрігер туралы мәлімет жинап берейін бе?» деді кенет сезімге қарап. Бұл Асқарға танына қарады. «Жоға, қажеті жоқ. Керек болса өзіне сұрармын. Сонда да сұрастырып қойғамын. Ата-анасы қалаға жақын маңдағы ауылда тұрады. Зейнеткерлер.
дәрігердің ағасы мен қарындасы бар екен. Әкем тапсырған болар, деді Сезім, бұйрықтың қайдан шыққан түсініп. Асқар үнсіз басын изеді. Біраздан соң анасының Сезім деген даусы естілді. Палатадан шығып келеді. Үйге барып, тауықтың сорпасын дайындап әкелейік, деді қызын көре сала. Апай, әуре болмаңыз, дәмханаға тапсырыс беремін, деген Асқарға. Дәмхананың тамағы үйдің тамағына жетпейді. Жүр қызым, молғып жасайық, мына баламның да өңі сынық. Жарытып ас ішіп жүрсің бе, деп анасы енді Асқарға шүйлікті. Артынып-тартынып ауруханаға тағы келді. Бұл жолы палатаға кірмеді. Апа, осы жерден күтемін, деп диванға бет алды. Шамалдан соң өтіп бара жатқан Асқарды көрді. Асқар деп дыбыстады. Қасымаға үйге барып дем алуымды бұйырды, деді бұрылып. Жақсы, деген Сезім телефонға шықшиды. Жанына жақындаған аяқ дыбысынан басын көтерді. Ақтаң дәрігер. Сезім, қош келіпсіз, деді бұған қарап. Қош келіпсіз, деген Сезім телефонын сөндіріп, қалтасына салды. Қалыңыз қалай? Деген дәрігерге жақсымын деп жауап қатты. Отыруыма бола ма? Әрине отырыңыз. Меншік мүлкім емес, осы ауруханаға тиесілі ғой, деп әзілдегендей болды. Кофе ішесіз бе? Деді дәрігер отыра беріп. Жоқ, үйден тамақтанып келгенмін. Апамның асын сағыныппын, деді. Апаңыз келді ме? Таныстырсаңшы, деген дәрігерге Қасым мырзаны тексеруге барсаңыз танысасыз, деп күліп жіберді. Айтпақшы, Қасым мырза сіз туралы мәлімет жинағанын білесіз бе? Деді дәрігерге жүзін барып. Ақтаңның бет әлпетінен өзгеріс байқамады. Сол баяғы ашаң жүзі. Көзілдірігінің шынысынан көздері күлімдейді. Бетінен шымшып алғысы келіп, оқталды да өзін тоқтатты. Сіз мені шынымен танымадыңыз ба? Есіңізде жоқпын ба? Деді кенет. Жоқ, есімде жоқ, деген Сезімге сенбей қарады. Ақтаң дыбыссыз қалды. Сезім түсінбеген қалыпта. Ақтаң дереу телефонын қолына алып та біреуге қоңырау соға бастады. Дәулет, қайдасың? Дәл қазір ауруханаға келе аласың ба? Жақсы, күтемін, деп тұтқаны тастады. Сезімге бұрылып. Қазір досым келеді, кетіп қалмай. Күте аласыз ба? Деді. Күтейін, деген Сезімнің сөзінен соң орнынан тұрып дәрігерлер бөлмесіне бет алды. Сезім де түрегелді. Анасына ескерту үшін палатаның есігін қақты. Апа, әзір боласыз ба? Деді есікті аша сала. Кел қызым, әкең екеуміз өткенді еске алып отырмыз, деген анасы орындықтан тұрып қызына жақындады. Онда сөйлесе беріңіздер, мен сыртта күтемін, деген Сезім анасын шеттеп әкеліп орындыққа қайта отырғызды. Дәрігер келді ме? Деді әкесі бұл шығып бара жатқанда. Арада 20 минуттай уақыт өткенде қасына бір жігітті ерткен дәрігер қайта келді. Дәулет, мына бойжеткенді таныдың ба? Деді Сезімді нұсқап. Жоқ, танымадым, деген досына жалт қарады. Қалайша, осыдан 2 жыл бұрын апат болатын күн есіңде ме? Сен мені түнгі клубқа шақырғансың. Сонда осы Бекеш сенімен танысқысы келеді деп айтқансың. Есіңе түсір, деді шыр-пыр болып. Сен жатаспа, бұл бойжеткен емес, басқасы болатын, деген досының сөзіне сене алар емес. Шын ба? Рас айтасың ба? Мүмкін ұмытып тұрған боларсың. Ешқандай ұмытқан жоқпын. Сені кездесуге шақырған басқа бойжеткен. Оның есімі Сезім болатын. Осының бәрін үнсіз бақылап отырған Сезім менмін, деп сөзге араласты. Жігіт жалт қарады, жүзінде таңырқау. Бірақ ол басқа бойжеткен болатын. Ақтаң да Дәулет те таңғалған қалпы состиып тұрып қалды. Түсіне алар емес. Ол да Сезім бе? Бірақ Сезім осында. Сол кездегі Дәулеттің кездесіп жүрген қызы, қазіргі келіншегі, Самалдың бастығының қызы,
яғни Қасым мырзаның қызы дегені анық. Бұл қалай болды? Осы сәт сезім бәрін түсінді. Дереу қолын қалтасына салып, телефонын алып шықты. Фотосуреттерді ақтарып, біреуіне тоқталды. Мүмкін мына бойжеткен болар, деп телефонын Дәулетке ұсынды. Суретке үңілген Дәулет: дәл өзі, Ақтаңды ұнатып қалдым. Таныстыршы деген осы бойжеткен. Сол күні түнгі клубта өзіңді күткені есімде. Одан кейін хабарласпады, деп ақталып жатыр. Бұл әкемнің өгей қызы, есімі Арайлым. Сіздермен сезім болып танысқан болды ғой. Бірақ сезім менмін, деді телефонын қолына алып. Сонда 2 жыл бойы мен сізді, яғни Арайлымды жек көріп келдім бе, деп көбірлеген Ақтаң. Мен барайын, Дәулет саған рахмет, деп кете барды. Артына бұрылмады. Дәулет деп қолын созған орта бойлы, толықша келген жігітке сезім деп қолын ұсынды. Қипақтап тұрған жігіт: бұл қызық болды ғой. Мен барайын, сау болыңыз, деп кете барды. Көптен күткен сот отырысы басталды. Жангүлдің жолдасын бірден таныды. Данияр әкелген суреттерден көрген болатын. Құпия папкада ол адам туралы барлық мәлімет бар еді. Отбасы бола тұра көңілдесі болған. Бір емес, бірнешеуімен кездескен. Баласына қарамайтындығы, бала үнемі әжесімен қалатындығы, бәрі бар еді. Сот отырысы Жангүлдің жеңісімен аяқталды. Бала анасымен қалатын болды. Сот үкімін естіген сәтте Жангүлдің жылап жібергені. Сезімге алғысын білдірген Жарас пен Жангүл баласын алуға асығып кетті. Бұл қағаздарын реттестіріп, сот ғимаратынан шыға бергенде телефоны шырылдады. Ақтаңның нөмірі. Көтерді. Бірден жеңіс пе, жеңіліс пе, деді. Жеңіс деген даусы қуанышты естілді. Сізге сенгенмін, қайдасыз? Сот ғимаратында шығып келемін. Күтемін, деп тасай салды. Көлігіне жеткенде жанында тұрған Ақтаңды көрді. Қолында бір құшақ гүл. Өзіңізбен қайта таныссам деймін. Ақтаң деп қолын созды. Бір қолын гүлден босатқан сезім. Бұрыннан таныс секілді едік. Қайта таныссақ танысайық. Сезім деп қолын алды. Ақтаң мен сезім таныстықтарын қайта бастады. Олардың арасындағы сезім қылы жаңадан бір жаруда. Кездесу, сырласу. Осыдан 2 жыл бұрын кездейсоқ кездессе де таныстыққа ласа қоймаған еді. Тағдырдың жібі екеуін қайта қосты. Сезімге деген өкпе реніш басқа жанға екенін Ақтан кеш түсінді. Түсінді де жаңа қадам бастады. Сезім әкесін кешіре білді. Оған деген өшпенділіктің ізі қалмады. Кәсіпорынның тізгінін Асқарға ұстатқан әкесінің шешіміне қарсы келмеді. Анасы ауылда, өз қызметінде. Әкесі ауруханадан шыққан. Оның отбасындағы мәселеден бейхабар. Араласқысы да келмейді. Себебі өмір күрес. Бірі жеңіледі, бірі жеңеді. Түрлі жағдайлар орын алады. Ол заңдылық. Даниярдың да өмірінде жаңа таныстық болғанын естіп білді. Жарас пен Жангүлдің де өмірлері бір сарында. Кішкене сәбиін қолына алған Жангүл тағдырдың жаңа парағын ашуда. Ақтан мен сезімнің өмір жолдары тоғысып, болашаққа бірге қадам жасайды деп сенемін. Ақтанның дәрігерлік мансабы өсе беріп, сезімнің әділдік үшін күресі таусылмасын. Әңгіменің соңы. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.